Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ауылда Майра есімді қарапайым әрі өте әдемі қыз болатын. Ауылдың жігіттерінің барлығы Майраны жақсы көретін. Майраның тек анасы болатын, әкесін тіпті танымайды да. Бір күні Майра мектеп бітіріп, үлкен арманмен қалаға аттанады. Ол жақта Тимур атты бай, аты шыққан жігітпен танысып, сөйлесе бастайды. Солай Майра Тимурмен бір жыл жүреді. Бір күні Майра өзін жайсыз сезініп тексерілуге барады. Сонда өзінің аяғы ауыр екенін естиді. Ол Тимурға айтсам ба деп ұзақ ойланады. Оның ойында Тимур мені тастап кете ме деген қорқыныш болатын. Бірнеше күннен кейін Майра батылдығын жинап, Тимурға аяғының ауыр екенін айтады. Тимур ести сала, мен оны қабылдай алмаймын, ата-анама не айтамын деп Майраны тыңдамастан кетіп қалады. Қаланың шулы көшелерінде жалғыз қалған Майра не істерін білмеді. Тимур тастап кеткеннен кейін Майра анасына хабарласып бар оқиғаны түсіндіреді. Анасы Майраға ұзақ үнсіздіктен кейін: "Қызым, өзің шешім қабылда, мен сені қолдаймын" деп сөзін аяқтап, телефонды түсіндіреді. Майра ұзақ ойланады. Содан соң: "Мен Тимурды қатты жақсы көремін. Сол үшін де баламнан бас тарта алмаймын. Оны өмірге әкелемін" деп шешім қабылдады. Сондағысы жүрегінің түбіндегі бір үміт. Тимур баласын көрсе қайта оралады деген. Бір күні Майра ұлын өмірге әкеледі. Солай ауылға анасының жанына барады. Ол баласына Әлішер деп ат қояды. Ауылға оралғаннан кейін Майра өзінің бұрынғы досы Ерланды көреді. Ерлан да қарапайым отбасынан шыққан адал бала еді. Ерлан Майраны кішкентайынан ұнататын. Бірнеше күннен кейін Ерлан Майраның баласы бар екенін естіп, қатты таң қалады. Кездескенде Ерлан Майраға: "Сенің тұрмыс құрғаныңды естімеппін. Бұрынғы досымсың, тойыңа шақырсаң болады ғой" деп ренішін білдіреді. Майра сонда: "Тұрмыс құрмадым" деп жауап қайтарады. Ерлан таң қалып: "Сенің балаң" дей бергенде Майра: "Иә, әкесі тастап кетті. Өзі қаланың бай ерке баласы болатын" дейді. Ерлан үйіне барып, Майраның жанында қолдаушысы жоқ. Сезімімді айтсам бекен деп ұзақ ойланады. Айтсам Майра ашуланып, ренжіп қалмай ма деген ой мазалайды. Бірнеше айдан кейін Ерлан Майраға сезім білдіремін деп шешім қабылдайды. Келесі күні Майраның үйіне барады. Сонда Майраның көңіл күйі жоқ екенін байқайды. Майраға барып, не болды деп сұрап еді. Майра: "Баламның қызуы көтеріліп тұр, не істесем болады" деп Ерланнан көмек сұрайды. Ерланның бір дәрігер досы болатын. Ерлан соны шақырады. Дәрігер келіп, Әлішердің қызуын өлшейді. Содан соң Ерланға Әлішерді ауруханаға апару керек екенін айтады. Ерлан мен Майра дереу дайындалып, Әлішерді ауруханаға апарады. Сонда ауруханадан бірнеше дәрігер күтіп алады. Солай Әлішерді алып кетеді. Сонда Майра не болғанын түсінбей, бір дәрігерден: "Не болды? Баламды қайда алып кеттіңіздер?" деп сұрайды. Сонда бір дәрігер: "Сіздің балаңыз ауыр сырқатпен ауырады. Емделуіне көп қаражат керек" дейді. Майра қатты шошып, не істерін білмей жылай бастайды. Ерлан Майраға қолдау білдіріп жатқанда Майраның ойына бірден Тимур түсіп, "Тимур, Тимур" деп айта бастады. Ерлан түк түсінбеді. Майра Ерланға Тимурдың өте бай екенін, баласына қаражат тауып бере алатынын айтады. Майра Тимурға бірнеше рет қоңырау шалып көреді. Тимур бірақ көтермейді. Оған бірнеше хабарлама да жібереді. Тимур оқып, Майраны бұғаттап тастайды. Майра қайта қоңырау шалып еді, бірақ одан ештеңе өзгермейді. Майра Тимурға қатты ашуланып, "Енді оны ешқашан ойламаймын. Тек балам үшін өмір сүремін" деп күш жинап, Әлішердің еміне ақша жинай бастайды. Майрадан Тимурды енді ойламаймын дегенде естіген Ерлан іштей қуанады, бірақ Майраға қалай көмек көрсетерін білмейді. Ерлан да Майраға қолдау білдіріп, жұмыс істей бастайды. Жақындарынан ақша сұрап көреді, бірақ ешқандай жақыны Ерланға көмектеспейді. Арада бірнеше ай өтті. Әлішердің жағдайы еш өзгеріссіз. Ерланның да Майраның да жинаған ақшасы Әлішерге жетпейтін. Майра қатты әлсіреп кетті. Ерлан Майраға барынша қолдау көрсететін. Бірақ Майра ұлының жағдайын ойлаған сайын саруайымға түсіп жылай беретін. Бір күн анасы Майраға келіп: "Қызым, болды, тоқта" деді. "Сен ол ақшаны табуың үшін 3 жыл тоқтаусыз жұмыс істеуің қажет" деп айтады. Майра қатты жылайды. Сонда сол жерден өтіп бара жатқан бір әйел: "Сізге не болды?" дейді. Майра ол кісіге мән бермейді. Сол әйел барып Майраның анасымен сөйлеседі. Анасы бар жайтты түсіндіреді. Ол әйел де көзіне жас салып: "Қандай қызық. Осыдан 5 жыл бұрын менің де балам осылай ауырып, оған қаражат таба алмай, өз баламнан бас тартуыма мәжбүр болғанмын" деп күрсінеді. "Қазір менде ақша бар, бала жоқ" деп айтады. Ол әйел Майраға қаржылай көмек көрсететінін айтады. Майра қатты қуанып, сенбей, қайта "Шын ба? Шынымен көмек көрсетесіз бе?" деп қуанады. Әлгі әйел: "Әрине көмектесемін. Кеттік, уақыт жоғалтпайық" дейді. Ол әйел емнің бүкіл ақшасын төлеп, Майраға қосымша ақша беріп, балаңыз жазылып кетсін деп сөзін аяқтап кеткелі жатыр еді. Майра ол әйелді қатты құшақтап, "Сізге Алла разы болсын" деп бірнеше рет айтып,
ол әйелдің телефон номерін алып шығарып салады. Сол сәтте Майра дереу Ерланға хабарласып, «Ерлан, тезірек ауруханаға кел» дейді. Ерлан қатты шошып, «Не болды, Майра? Бір жайсыз жайт болды ма?» дейді. «Жоқ, керісінше, ауруханаға кел, сосын айтамын» дейді. Сол сәтте Майра Ерланға хабарласып, «Ерлан, ауруханаға тезірек кел» деп айтады. Ерлан шошып, «Майра, жайсыз жайт болды ма?» дейді. Майра сонда, «Жоқ, Ерлан, керісінше, ауруханаға кел, бәрін айтамын» дейді. Ерлан дереу Майраға келеді. «Майра, не болды? Бәрі дұрыс па?» дейді. Майра сонда қатты қуанып, «Міне, бізге бір әйел көмектесті» деп айтады. «Әйел? Қандай әйел?» дейді Ерлан таңғалып. Сонда Майра, 5 жыл бұрын ол әйелдің де баласы дәл осындай сырқатпен ауырыпты. Қаражат таба алмай, өз баласынан бас тартуға мәжбүр болыпты дейді. Бұл әңгімені естіген Ерланның көңілі түсіп, «Майра, сенде ол әйелдің телефон номері бар ма? Мен емнің жартақшасын тауып едім, сол әйелге берейін. Сосын үйімізге шақырып, қонақ қылайық» дейді. Майра сонда, «Әрине қонақ қыламыз, шақырамын. Телефон номерін де алып қалдым» деп айтады. Ерлан ішінен, Майраға сезімді дәл қазір білдірсем қалай болады деп ойлайды. Содан соң, «Жоқ, Әлішер жазылып шықсын, сосын айтамын» деген шешім қабылдайды. Арадан бірнеше ай өтіп, Әлішер жазылып шығады. Майра қатты қуанып, әлгі әйелді үйіне шақырып сөйлескісі келеді. Ол әйел шетелге кетіп қалғанын, елге оралғанда баратынын айтады. Арадан бірнеше жыл өтеді. Әлішер 2 жасқа толады. Туған күні тойлап жатқанда Ерлан сезімін білдіргісі келеді. Ерлан сезімін білдіргелі жатқанда Тимур оралады. Тимурды көргенде Ерлан бірден Майраға қарайды. Майраның көзінен қуаныш байқаған Ерлан сезімін білдірмейтін болып шешеді. Сонда Майра Тимурға ашуланып, «Мен қиналғанда қайда болдың? Енді неге келдің?» деп айтады. Тимур, «Балам Әлішерді көруге келдім» деп айтады. «Балам? Балам дейсің бе? Қайдағы бала? 2 жыл бұрын Әлішер өлім аузында жатқанда сен қайда қалдың?» дейді Майра Тимурға қарап. Майрадан естіген сөздерден кейін Ерлан Майраның жанына жақындап, Майраның қолынан ұстап Тимурға қарап, «Естігің келген сөзді естісең, қалаңа қайт» деп айтады. Тимур Майраға қарап, «Мынауың кім?» дейді. Майра сонда, «Бұл менің жігітім, Әлішердің әкесі» деп айтады Майра Тимурдың бетіне қарап. Оны естіген Ерлан іштей қуанады. Содан соң Тимур қаласына қайтады. Содан соң Майра Ерланға, «Қолдау білдіргеніңе, көмек көрсеткеніңе рахмет. Мен сенің қаражатыңды тауып беремін» деп айтады. Сонда Ерлан, «Майра, қойшы, бұл әзіл емес, Тимурдың алдында қойған қойылым да емес. Майра, мен сені мектеп кезден бері ұнатамын. Сен оны қалай байқамайсың? Сен қалаға кеткеннен кейін қайта оралады ғой. Сонда өз сезімін білдірем ғой деп күтіп жүргенде, сен Әлішермен оралдың. Мен сенен Әлішерден кейін де бас тартқан жоқпын, Майра. Сол күні саған сезім білдіруге барғанмын. Әлішердің қызуы көтеріліп ауруханаға кетіп қалдық. Одан кейін мүлдем мүмкіндік болған жоқ. Бүгін саған сезімімді білдіремін. Мен сені ұнатамын. Маған тұрмысқа шықшы» дейді Майраға. Майра сонда, «Маған ойлануға уақыт бер. Саған шешімімді ертең айтайын» дейді Ерланға. Ерлан, «Жақсы, қанша ойлансаң да ойлан, тек шешіміңді айт» деп айтады. Майра үйіне барып анасымен сөйлеседі. Анасы, «Қызым, сенің де жаныңа қолдау білдіретін Ерлан секілді азамат керек. Оған келісіміңді бер. Егер жүрегің қаламаса, оны көр. Жүрегің қалаған шешімді қабылда. Мен анаммен тұрам ғой, анаммен жүрем ғой. Анам баламды өсіруге көмектеседі деп ойласаң, мен қашанғы жүреді дейсің қызым. Қасыңа қолдау білдіретін ер азаматтың болғаны жақсы. Өзің ойлан» дейді Майраға. Келесі күні Ерлан Майраға келеді. «Майра, қандай шешім қабылдадың?» дейді. Майра сонда, «Мен ұзақ ойландым. Және жүрегім де сені қабылдағанымды дұрыс деп шешеді. Мен сені қабылдаймын» деп айтады. Ерлан қуанады. Арадан бірнеше күн өтіп, Ерлан мен Майраның тойы болады. Солай Ерлан, Майра, Әлішер, анасы барлығы бақытты күн кешеді.